Саламатсыздар ма менің оқырмандарым? Бүгінгі видеом үй жағдайында бүйректегі тастан қалай арылуға болады? Сол туралы болмақ. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бірінші, қарбыздың пайдасы. Тамыз айы еліміздегі қарбыздардың пісіп жетілетін уақыты. Жаз айының сәніне айналған қарбыздың денсаулыққа қандай пайдасы бар? Калориясыз тәтті қарбыздың ағзаға тигізер пайдасы көп. Қарбыз бүйрек және бауыр ауруларына, тас, тұз жиналған ішкі құрылыс мүшелеріне шипа болады. Екінші, жантақ тамырының қайнатпасы. 20 грамм тамыр үгітіндісін 30 грамм қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 30 минут бұқтырып, сүзіп, ас алдында әр жолы бір ас қасықтан күніне 3 рет ішеді. Осылайша бір апта ішсеңіз, бүйректегі тастан арылуға болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.